Бала сатпақ болған тараздық келіншек бас бостандығынан айырылды. Біреудің сәбиін ұрлап саудаға салған 22 жастағы жергілікті тұрғын 7 жылға сотталды. Бұл даулы процесс жабық жағдайда қаралды. Сотталушы апарманың кінәсі толығымен өзінің дәлелін тапты. Себебі сот отырысында сұралған куәлердің, сондай-ақ істі сотқа дейін тергеп тексеру кезінде перинаталдық орталығынан алынған видеосъемка дейміз ғой. Сонымен, сондай-ақ куәлердің, полиция қызметкерлердің сол кезде баланы анықтағанымен, сонымен қатар осы қылмыстық істе өзге де дәлелдеме жиынтығымен толық өзінің дәлелін тапты. Сотталушы өзінің кінәсін толық мойындаған, ал жаза кесуде оның 3 баласы бар ескеріліпті. Перзенттердің үлкені 3-те, кенжесі 5 айлық. Еске салсақ, 22 жастағы келіншек шілде айында облыстық перинаталдық орталықтан жаңа туған шақалақты ұрлап шығып сатпақ болады. Алайда оның арам ойы жүзеге аспай, сәбиді перзентхана маңындағы қонақ үйде асырап алушыға беру сәтінде ұсталды. Белгілі болғаны, сотталушы бала асырап алушы ерлі зайыптыға 4 ай бұрын бүлдіршін тауып беруге уәде еткен. Бірақ саудаланатын сәби жетім деп айтылған. Сөйтіп клиенттің осыншама уақыт ішінде 800 мың теңгесін алып қойған. Ал межелі мерзімде тығырыққа тірелген келіншек 2 апта бұрын өзі босанған перзентханадан біреудің баласын ұрлап шыққан. Осы оқиғадан кейін ісіне немқұрайлы қараған орталықтың 4 қызметкері жұмыстан қуылды. Айта кетейік, қылмыс құрамының болмауына байланысты асырап алушылар жауапқа тартылмады. Ал 7 жыл 3 айға түрмеге жабылған келіншек бұған дейін де істі болған екен. Оның 3 перзенті жолдасымен қалды.